бір кезде Сәлма ибн Абдуррахман сұрайды Айша анамыздан. Айша анамыздан сұрайды. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның тахаджуд намазы, Рамазанда оқыған тахаджуд намазы жайында айтып берші дейді. Айша анамыз айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазанда басқа да күндерде 11 ракаттан 10 ракаттан асырмайтын еді дейді. Ва юсалли арбаан, одан кейін барып 4 ракат оқитын еді дейді. Фала тасалу ан хуснихинна ва тулихинна, және оның ұзақтығы, және де оның қалай оқылатыны жайында айтылып жатқан жоқ бұл жақта. Сумма юсалли арбаан, одан кейін барып тағы 4 ракат оқитын еді дейді. Фала тасалу ан хуснихинна ва тулихинна, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ұзақтығын, қаншалықты ұзақтығы жайында айтылып жатқан жоқ бұл хадисте. Қазір айтатын болсақ, одан сайын ұзақ кетеді бұл хадис. Сумма юсалли салатан, сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 3 ракат оқитын еді дейді. Аннаху рақада инда расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жанында Ибн Аббас радиаллаху анхума бір кезде не істеді? Жанында ұйықтап жатқан еді, яғни қызметте. Фастайқада фатасауака, сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оянды, тісін мисуакпен жуды дейді. Ватавадда, сөйтіп не істеді? Дәрет алды. Ва хуа яқул, сөйтіп айтты: инна фи халқи самауати вал ард, осы аятты оқыды дейді. Хатта хатама сура, осы сүрені біткенше оқыды дейді. Сумма қама, сөйтіп тұрды, фасалла ракатайн, 2 ракат оқыды. Фатала фихимал қиям ва руку ва суджуд, ол 2 ракаттың ішінде қиямды да, рукуқты да, сәждені де ұзақ оқыды. Сумма инсарафа, сөйтіп кетті дейді. Фанама, барып ұйықтады дейді. Хатта нафаха, ұйықтады дейді. Сөйтіп қайттан тұрды. Сумма фаала залика 3 маррат, сөйтіп бұл нәрсені 3 рет қайталады дейді. Яғни 6 ракат оқыды дейді тахаджуд намазын. Тахаджуд намазын сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір ұйықтап қайттан тұрып, бір ұйықтап қайттан тұрып, бір ұйықтап қайттан тұрып, сөйтіп оқитын еді дейді. Біз ана әйелдеріміз бала қарайды ғой түнде, бала жылайды түнде, солай оқитын еді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Куллу залика ястаку ва ятавадда ва яқрау хаулай аят. Әр тұрған сайын осы мисуакпен тісін тазалап, дәрет алып, және де жаңағы аятты оқып тұратын еді дейді. Көрдіңіз ба? Мисуак деген нәрсені қолданыңыздар. Мисуак деген өте үлкен сүннет бұл. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ешқашанда тастамаған. Өлер сәтінде де Абу Бакр радиаллаху анху мисуакты тістеп, мұжып, не істеп беретін? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға жібітіп беретін. Айша анамыз да жібітіп беретін. Көрдіңіз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тісін жууға өте қатты мән беретін еді дейді. Сумма аутара би салатин, сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 3 ракағат өтір намазын оқитын еді. Әл хадису раваху муслим, бұл муслимде келеді бұл хадис.